Так. Хан Тәңірі Қазақстанда ең биік шың да, оның биіктігі 6995 метр. Соған ана Бурж Халиф бар ғой Дубайдағы, соны қойсақ, соның биіктігі Эверест шыңына жете ме екен? Джамалунгма деген шың бар. Интересно. Қараңыздар, көп таңбалы сандарды қосу немесе азайтуды бүгін өтеміз. Енді осыны шығару үшін бізге осы көп таңбалы сандарды қосу азайтуды білу керек. Енді қараңыз, Хан Тәңірі ол 6995 метр. Ал Бурж Халифтің биіктігі 828 метр екен. Енді осы екеуін қосатын болсақ, біз бағандап қосамыз. Енді бағандап қосуда 6995, 828, е? Сіз бірлікпен бірлік, ондықпен ондық, жүздікпен жүздік, мыңдықпен мыңдық, мыңдықпен мыңдық қосу керекіз. Яғни, оң жақтан бастап қосамыз. Оң жақтан бастап қосатын болсақ, 5-ке 8-ді қосамыз бірінші, 13, үшін жазамыз бір ойда. Бір ойда дегенді жоғалтып алмас үшін, е? Ол қайда жаздым деп отырмас үшін, ана келесі цифр ондықтың үстіне жазып қояйық. Енді бір оны ойдан қосу керекпіз біз 9-ға. Бір қосу 9, қосу 2, 12, екіні жазам тағы бір ойда. Оны келесінің үстіне қоясың. Оны тағы да бір қосу 9, қосу 8, қанша болады? 18 болады. 8 жазам, тағы бір ойда, оны аламын да 6-ның үстіне жазам. Бір қосу 6, енді мына жерде 828-де мыңдығы жоқ қой. Сондықтан өзін түсіре саламын. Сонда 7823 метр шығады екен. Ал Эверест шыңының, яғни Джамалунгма шыңының биіктігі 8849 екен. Енді қаншаға биік екен табайықшы? Ана екеуін қоссақ та жетпеді, е? Енді қаншаға биік дейтін болсақ, 8849-дан осыны азайтамыз. 7823-ті. Балар, азайту кезінде де сіз бірліктен бірлік, ондықтан ондық, жүздіктен жүздік, мыңдықтан мыңдықты азайту керексіз. Енді 9-дан 3-ті азайтам 6, 4-тен 2-ні азайтам 2, 8-ден 8 азайтам 0, сосын 8-ден 7-ні азайтам 1. Сонда 1026 метрге биік екен. Мықты математик болып есептердің оңай шығару жолдарын үйренгің келсе, каналға жазылуды ұмытпа. Және бұл есепті достарыңа жібер, пікір жазсаң вообще тигр боласың. 1000 метрге биік деп жуық дөңгелек тиіссақ та болады екен алдыңғы тақырыптан, 1000-ға дейін. Жақсы. Енді бұл мысалда біз азайтуда бір түрлі бір жағдайлар бар да, давайте соны қарастырайық. Мысалы мен балам PlayStation алғысы келіп жүр. PlayStation бағасы 280 мың тұрады. Енді оған күнделікті жаңағы ақшаларын жинап жатыр. Туған күнге берген, күнделікті тамаққа деген сияқты. Енді оның жинаған ақшасы 95850 теңге. Сұрақ, ол әлі қанша ақша жинау керек PlayStation 5-ті сатып алу үшін, е? Енді жазамыз 285 мың азайту 95850. Енді бала разрядтарды сіз дұрыс қою керексіз. Бірліктен астам бірлік, ондықтан астам ондық, жүздіктен астам жүздік, солай, е? Енді азайтамыз, 0-ден 0-ді азайттым, 0 болды. Енді қараңыз, проблема. Жоқ шешілмейтін проблема. Қандай? Ондықтағы 0 болып тұр, ана 5. Азайта аламыз ба 0-ден 5-ті? Азайта алмаймыз. Не істейміз сондықтан? Мына жақтағыдан алып береміз ғой біреу. Енді қараңыз, одан алдыңғы, мысалы біз ондық қой қазір, 0-ден 5-ті азайтатын кезде, жүздігіне қарасақ, ол да 0. Ол да бере алмайды. Сондықтан сіз бүйтіп алыңыз. Біз осыған дейінгі 280-нің кезінде 8, 0, 2, 0, сосын 3-0 болып тұр ғой. Осын 800 деп алайықшы. 800. 800-ден біреу алып береміз. Сонда ол 10 болып кетеді. Жаңағы санымыз 10-нан 5-ті азайтсақ 5 болады. Енді 800-дің орнында қанша қалады? 1-ді азайтқанда 799 қалады. Енді анау 9, 9-дан 8-ді азайтамыз 1, 9-дан 5-ті азайтамыз 4. Одан кейін қараңыз, бағанағы 288-дің орнында ол 7 болып қалды. 7-тен 9-да азайта аламыз ба? Азайта алмаймыз. Сондықтан 2-ден біреу береміз. Сонда 17-ден 9-да азайтатын болсақ, 8 болады, 1-дің өзі түседі. Қаншада ақша жинау керек екен? 184 150 теңге жинау керек екен.